Сәлем достар, мен бүгін тока-бока ойнайтын боламын, және де бүгін біз қызы мен анасының рөлін ойнайтын боламыз. Әрине оған байланысты біз қазір бірінші қызы мен анасын жасаймыз. Мынау негізі мен өзім болатын боламын. Бұны біз мынау өзім. Қазір мына жаққа мен андай дауысын кішкене азайтайық, что? Так. Енді қазір мына жаққа анасын жасаймыз. Анасын білесіздер, шашы қандай болу керек? Так, шаш примерно осындай бола берсін. Так, мұрны осындай болсын. Так, қасының түсі, конечно же, қоңыр болсын. Так, сосын андай киім кигенді. Так, бір андай жеңіл, білесіздер, ол мама не киетін? Мамасы, давайте осы сериалда бұлар Мальдивияға барады, сосын осындай киім киеді, потому что бұл Мальдивияға ұқсайды. Так, айтпақшына бойын ұзын болайық. В общем, осылай достар, бойын кішкентай қылдық. Так, енді мына жақта қыздың шашын, олар Мальдивияға барғандықтан шашын дәл осылай буып алатын болады, және бұнда түс. Начинай ужас. Так, мынандай. Так, все. Енді түрі білесіздер, что андай білесіңдер, да? Қыздар не киетіні. Так что үлкен қыздар уже оверсайз деп. Так, қандай киім кигіземіз мен албасын. Так, осындай оверсайзға ұқсайды, типа. Ну, типа. Это нормально. Екеуін бойларын салыстырайық. Мына шашы андай түйілгеннен кейін андай болып тұр. Окей. Енді сериалды бастаймын. Бұл жерде пока что мен үйіммен ойнай тұрады. Сериалды бастаймыз, достар. Бұл бірінші серия. Сондықтан жаңа сериалды бастау үшін ең алдымен видеоны достарыңызға жіберіп, лайк басып, видеоны жіберіп үшін колокольчик басып қойыңыздар. Ал бұл жоқ бола тұрсын пока что. Так, қызым келе шығайық. Азан қазір, в общем, енді бастайық үшін, достар. Ой-бой. Қызым ұйықтай берсін. Уже қазір сағат 6, уже таң атқылар. Таңда атып қалыпты. Мен жұмысыма барайын кейін. Достар, в общем, мынау мамасы бола берсін, мынау қызы бола бересін. В общем, солай. Так, жұмысқа осындай киімімді киіп барайын, что бұл нормально оверсайз болып тұрады. Так, тух есеу болайыншы. Так, сүйіптім. Мынанты сүйіп алайын. Екеуі де әдем, прям что. Телефонымды алайын. Басқа ештеңке алмайым. Так, мынаяқтан бір тамақ жеп алайыншы. Нан жей салайын. Жоқ, бұл емес. Нан жей салайыншы. Что, нан нормально. Жуынып болдым уже. Болды, енді мен кеттім. Қызым ұйықтап алсын. Мен кеттім жұмысқа. Таңда атып қалыпты. Уақыт тез зымырап өтеді. Мен ең алдымен барып деген жуынып алайын. Жуынып болдым, енді үйге кигенге бір күшті киім киінш. Мен өзім мындай жаура қорқам. Так что анау көркемді шақырайыншы. Алло, көркем. Алло, мен үйіме келші. Я Сен маман жібере ма? Сен Дубайға барып келдің еще. Со қызықты ақпараттарыңды айтасың. Келші, я.
Я келем ғой, болды. Ол біреу звондады. Алло. Аха. Ау, айым. Аха. Үйіне барайын ба, жарайды. Маман ұрыспайды ма сенің? Жоқ, ұрыспайды, қорықпасай. Болды, үйіне барам. Қазір мен уже баратырым сен үйіне, жарайды ма? О, қалайсың, көркем? Қалайсың, көркем? Жақсы, айым, өзің қалайсың? Достар, негізі бұл осы қыздың үйі, просто түсіре салдым. Ой, құрсын, Дубайға бардың, соны айтпақшы соның барлығын шын. Кешіне отыршы, айт соның барлығын прям. Я айтайын. В общем, Дубай деген күшті ғой, прям. Ол жақта деген күшті Бурдж Халифа бар, прям. Бурдж Халифа прям биік қой, прям ұзан. Примерно сенің бойына қарағанда, оның бойына жету үшін миллиард. Вообще, одан да көп бой адам қосу керек, ау. Так, достар, күте тұрыңыздар пока что. Смайликтал. Ха, сен де бір қатырасың қойшы. Дәл осылай олар өте көп әңгіме айтады. Мә, айым, енді екеуміз тамақ ішейікші. Жарайды, жүр кеттік. Кеттік. Сен бара бер, я? Я, жарайды, барам. Яқта отыра берейін. Мә, енді оған қандай тамақ беремін? Саған. Оған қандай тамақ берсем екен? Үйде қандай тамақ бар өзің? Саған. Ой, бұл. Мә, жарайды, жүр. Берейінші бір нәрсені деген. Окей, кел, отыр, на диванды қазір няқа итеріп келейін. Оппо, итердім. Мені холодильникті негізі ешін жоқ, екеуміз торт жей салайық. О, дәмді болды. Я, мен де жедім дәмді. Дәл осылай арада 1 сағат өтеді. Мә, кешке дейін отыра аласың ба? Жоқ, маған 5-те қайтасың деді анам. Ой, өкінішті, жарайды. Сағат кешкі 5 болды. Мә, саған түнгі сағат уже 5-ке, кешкі сағат 5-ке дейін отырдым. Қараңғыда батып қалды. Сау бол. Мен қайттым үйіме. Сау бол, көріскенше. Мә, анам қашан келеді екен? Жұмыс өте қатты қиын болды. Отырайыншы кішкене телефон көріп. Анашым, не болды? Көңіл күйіңіз жоқ қой? Айтпақшы, қызым, бұл саған пранк. Анашым күлдіртті ғой. Кеше екеуміз бір билеп жүрейікші. Я, анашым. Хоппа. Менің сүйері біздің отбасыға тіркеліңіздер. Өте керемет. Хоп. Қызым, перделерді жауып қояйық. Анашым. Құрсын, достар, бұл бізде бірінші час, екінші час күту үшін. В общем, just like жинаңдар.